Қайырлы күн баршаларыңызға. Біз бүгін сіздермен дәмі өте керемет, бір жегеннен адамды өзіне ғашық қылатын печеный самса дайындайтын боламыз. Өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең әуелі ыдысымызға 200 грамм айранымыз бен 200 грамм суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массаның үстінен 100 грамм сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы да араластырып аламыз. Дәл осы массаның үстінен бір шай қасықтың көлемінде тұз және де бір шай қасықтың көлемінде қопсытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен қопсытқышымыз ерігенге дейін. Одан соң үстінен ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамыр бізде өте әдемі, жұмсақ қамыр пайда болады. Егер менің видеом қызық болған болса, төменге лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Керек заттарды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Осылай ұнымызды ақырындап сала отырып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте әдемі болып шығады. Кез келген дастарханның сәнін келтіреді десем, артықтық етпес. Міне, илеп болғаннан кейін қамырымызды кішкене бір 5-10 минуттай ғана тұндырып алсақ жетеді. Өте жұмсақ әдемі қамыр болып шығады. Міне осылай 2-3 қайтара илеп, июін қандырып, кішкене тұндырып қоятын боламыз. Қамырымыз тұнып болғанға дейін біз ішіндегі салмасын дайындаймыз. Мен пияз бен тартылған етті қолдандым және дәміне қарай тұз, бұрыш, кинза салып, жақсылап араластырып алдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша ішіне кез келген начинканы салуға болады, ол өз қалауларыңызда. Мінекей осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді араластырып болғаннан кейін тұнып тұрған қамырымызды алып, бөліктерге бөліп аламыз. Дәл осы тестамен 30 штук самса шығады. Неке қалаларыңызға қарай осылай кесіп аласыздар. Қаласаңыздар үлкен көлемде істегілеріңіз келсе, үлкендеу етіп кесіп алсаңыздар болады. Мен орташа көлемде жасадым. Егер видео қызық болған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар және менің арнама жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Міне осылай дайын болған қамырларымызды тізіп алып, шетінен дөңгелектеп жаятын боламыз. Кішкене ұнымызды сеуіп, осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі болып шығады. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа көлемде етіп жайып аласыздар. Міне енді мен осылай қызғалдақ тюльпан сияқты қылып түйіп алдым.
қалауларыңыз бойынша сіздер кез келген формада түйсеңіздер болады. Дәл осылай түйіп алсаңыздар өте ерекше әрі әдемі болып көрінеді екен. Дастарханда бір самса емес, печеный тұрған сияқты, пісірік сияқты көрінеді көзге. Осылай бір шетін кесіп алып, ортасына салмасын салып, жақсылап орайсыздар. Бүккен уақытта міндетті түрде жақсылап қысып алыңыздар. Қолдың көмегімен жақсылап бүкпесеңіздер, ашылып кетуі мүмкін. Неке осылай жақсылап тізіп шығатын боламыз. Мінеки дайын болған самсаларымызды осылай противенімізге орналастырып, бетін жұмыртқалы массамызбен жағып шығып, бетіне жұмыртқалы массаны қызып тұрған пеште 180-200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын, міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер.